Баршаңызға сәлем. 1000 жылдан астам уақыт ішінде қаржы бүкіл әлемдік экономиканың негізі болды. Өзінің ұзақ тарихында ақша көптеген маңызды және таңғажайып өзгерістерге ұшырады. Олардың көпшілігі сіздің назарларыңызға лайық. Бүгінгі таңда бәріне белгілі банк сөзінің бастапқыда үстел ретінде аударылғанын білесіз бе? Мәселе мынада, бұл термин Италияда пайда болды. Және осы елдің тілінде банко деген сөз дүкен немесе үстел. Себебі алғашқы банкирлер өздерінің нарықтағы қаржылық операцияларын қарапайым ағаш үстелдерде жасаған. Қазіргі заманғы әлемдегі ең көне банк 1472 жылы дәл сол Италияда ашылды. Оның атауы Банко Монте дей Паши де Сиена. Осы күнге дейін осы ұйым жұмыс істеген ежелгі ғимарат қана емес, сонымен қатар қазіргі уақытта белсенді қызмет етіп келе жатқан банктың өзі де сақталғанын атап өту маңызды. Бүгінгі таңда әлемде қанша банкомат жұмыс істейтінін білесіз бе? Олардың саны 2 миллионға жететіні белгілі болды. Бір қызығы, бұл екі құрылғы солтүстік полюсте де жұмыс істейді. Бірақ тарихтағы ең алғашқы банкомат 1967 жылы Лондонда орнатылды. Рас, ол пластикалық карточкаларды қабылдамады, бірақ арнайы ваучер қағаздар бойынша жұмыс істеді. Бәріне белгілі доллар белгісі Америка Құрама Штаттарынан бұрын пайда болды. Онымен мексикалық песо белгіленген. Кейіннен бұл песо ақш-та таралды, ал штаттардың өздері өз ақшаларын шығара бастады. Доллар белгісі песо тағайындалған П және С әріптерінің бірігуінен пайда болды. Әрбір банкноттың қай елде шығарылғанына қарамастан 4000 рет екі бүктеуге арналған. Содан кейін ол бірден жыртылады. Сонымен қатар, әлемдегі бірде-бір қарапайым қағаз ұқсас беріктікпен мақтана алмайды. Әлемдегі ең қымбат тиын ақш-та 1794 жылы шығарылған. Жіберілген шаш деп аталатын коллекциялық доллар болып табылады. Оның аукциондағы құны 7.850.000 долларды құрайды. Ең үлкен банкнот номиналы 100.000 доллар тұрады. Ол 1934 жылы басып шығарылды. Қарапайым жағдайда пайдалану ыңғайсыздығына байланысты ол тек банктер арасындағы өзара есеп айырысу үшін қолданылады. 1835 жылдың 8 қаңтары ақш-тың бүкіл тарихында бұл елдің мемлекеттік қарызы болмаған жалғыз күн екен. Бұл осы мемлекеттің ұлттық валютасы әлемдегі ең тұрақты және танымал валюталардың бірі болғанына қарамастан. Ең ауыр ақша бұл Австралияда жасалған 999 алтын монета. Оның салмағы 1 тонна, диаметрі 80 сантиметрге жетеді, ал қалыңдығы 12 сантиметр. Үлкен монетаның номиналы 1 миллион долларды құрайды. Сіз Тынық мұхитының ортасында орналасқан Яп аралы туралы естідіңіз бе? Бір қызығы, жергілікті аралдықтар қазіргі заманғы банкноттарды аз пайдаланады, және оның орнына ортасында тесіктері бар үлкен дөңгелек тастармен тауарлар алмасады. Олардың кейбіреулері өте қарапайым, бірақ салмағы 4 тоннаға жететін осындай монеталар да бар. Ал видео қызықты әрі пайдалы болса, лайк басып кетуді ұмытпаңдар. Ал жаңа видеоларымызды жіберіп алмас үшін арнаға жазылып, қоңыраушаны басып қойыңдар.